Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге әсем. Бүгін сіздермен жұмыртқаны қажет етпейтін үгілмелі, қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, үй жағдайында кез келген адам жасай алады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Оның үстіне қоңыр салқындау суымызды құямыз. Су тым қатты ыстықта, суықта болмауы қажет. Орташа температурада елеп алатын боламыз. Самсаның тестасын қолға жабыспайтындай етіп илейтін боламыз. Еттің наны мантыға, пельменге илегендей етіп, дәл солай илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай қылып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Тестамызды біріктіреміз. Әркімге қалай ыңғайлы, солай барлығын біріктірсеңіздер болады. Мен досканың үстіне қойып біріктіріп алдым. Жұмсақ қамыр болғанша илеп, бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей арада шамамен 10 минуттай өтті. Тестамды алып, тағы да бір басып алатын боламыз. Әбден июі қандырған дұрыс. Сонда тесталарыңыз жақсы бірігіп, илеген кезде де өте ыңғайлы жайылатын болады. Мен бірден 3 бөлікке бөлдім. 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен 3 бөлікке өзіме жаюға ыңғайлы етіп бөліп алдым. 3 бөлікке бөлгеннен кейін күлшелеп алдым, барлығын дөңгелектеп. Барлығын күлшелеп болғаннан кейін шамамен 5 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Тестамыздың июі қанғанша сары майымызды жібітіп алатын боламыз. Дүкендегі шедрое лето майын алып, қайнаған судың үстіне қойып, осылай видеода көрсетілгендей ертіп алдым. Пештің үстіне майды ерткенге қарағанда, осылай қайнаған судың үстіне ертіп алсаңыздар, майдың құрамы өзінің майлылығын сақтап тұратын болады. Егер де олай болмаса, микроволновкаға да салып, ертіп алсаңыздар болады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайған кезде жұқа етіп жаятын боламыз. Бұл самсаны еріншектерге арналған самса деп те атаймын. Себебі құрамы өте қарапайым, жасалуы да өте оңай. Мен ылғида осы рецепт бойынша жасағанды жөн көріп тұрамын. Себебі маған осылай ыңғайлы, әрі дәмі де ерекше шығатын болғандықтан осы тәсілмен жасаймын. Мінекей видеода көргендеріңіздей ерітілген сары майды тестамның үстіне жағып шығып, барлығын бірден орап шықтым. Орап алғаннан кейін слоеный болу үшін осылайынан айналдыратын боламыз. Морозильникке шамамен 2 сағатқа қойып қоямыз. Тестамыз қатқанша тұруы қажет. Мінекей мен бір салафанға 2 тестаны салған болатынмын. Қатты тым жұмсақ болып кетпеуі қажет, себебі майы еріп, дұрыс қамыр жайылмайтын болады. Сәл ғана қаттылау болу қажет. Барлығын бірдей размерде кесіп, үстіне видеодағыдай басып шығатын боламыз. Салмасына фарш, жуа, картоп, тұз бұрышымызды дәміне қарай салып, жақсылап араластырамыз. Жуасы барынша көп болғаны жақсы, сонда дәмі де ерекше болып шығады. Қалауларыңызша картоп қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Самсаның формасын дайындаймыз. Барлығымызға белгілі деп ойлаймын. Ең алғашқы түрін осылай 3 бұрышты етіп қойдым. Қыздарға лайфхак, әсіресе жұмыс істейтін ханымдарға самсаның тестасын жасап қойып, морозильникке қатырып қойсаңыздар, кез келген асыққан уақыттарда жылдам әрі тез дайын бола қалады. Самсаның тестасын морозильникке бірнеше күн бойы қатырып қойсаңыздар да болады, білінбейді. Қажет кезде шетінен алып, дайындап жасай берсеңіздер болады. Мінекей самсаның 2-ші түрін жасап болдым. Енді 3-ші форма түрін жасайтын боламыз. Самсаның бұл жасалу түрі де өте ерекше көрінеді. Дастарханға сән беріп тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай 3 бұрышты етіп айналдырып шығатын боламыз. Видеодан мұқият қарайтын болсаңыздар, жасалуы өте оңай. Мінекей жасап болдық. Осылай әдемі көрінеді. Келесі 4-ші түрін жасайтын боламыз. Бұл жасалу түрі де бірінші жасаған самсаның түріне ұқсас. 3 бұрышты етіп алып, жан-жағын иректеп
орап шығатын боламыз. Келесі 5-ші самса түрін түйіп көрсететін боламын. Үстінен бірден түйіп, шет жақтарын иректеп орайтын боламыз. Бұл көтеріліп тұратын болады. Алтыншы самсаның түйу жолын көрсететін боламын. Бұл түйу жолы пигодидің түйілуіне ұқсас. Осылай екі шетінен ала отырып, бір-біріне қысып шығатын боламыз. Осылай түйілу жолы маған өте ерекше ұнайды. Әдемі, жинақы көрінеді. Мінекей мен болдым самсаны түйіп. Өте әдемі шықты. Келесі самсамыз қызарып, әдемі болу шығу үшін бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін бетіне кунжут себемін. Осылай әдемі болып көрінеді. Самсаны 200 градуста шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Беті қызарғаннан кейін бірден ала берсеңіздер болады. Мен көбіне уақытына қарамаймын. Беті қалай қызарады, сол бойынша алып дастарханға ұсынамын. Мінекей біздің самсаларымыз өте қатпарлы, жұмсақ, үгілмелі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қоссаңыздар, өте қуанышты боламын. Үй жағдайында кез келген тәтті тағамдардың рецепттерін көргілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар.